Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен гада печеньесінің істелу тәсілімен бөлісем. Видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сонымен бізге ұн, май, жұмыртқаның сарысы, сметана, тұз, кішкене шымшым, разрыхитель керек. Бірінші ұнымызбен майымызды жақсылап араластырып аламыз. Бұл төгіліп тұрады қазір. Маймен араласқаннан кейін осының үстіне 3 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Разрыхителімізді сметананың үстіне қосамыз. Тұзымызды сонда қосамыз. Жақсылап араластырып, көпіргенше араластырып алып, үстіне салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бұның салфанға саламыз. Бетін жауып тындырып қоямыз 20 минутқа. Біз оған жүр салмаларын жасаймыз. Бізге ұн, шекер, май керек бір түрісіне. Екіншісіне жаңғақ пен қант ұнтағы керек. Біріншісін майды күйдіріп аламыз. Сөйтіп, ұнымызды осыған қуырамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Сосын бұны кішкене суытып қоямыз. Жаңғағымызды блендерден өткізіп, майдалап аламыз. Қатты майдалаудың керегі жоқ. Шекермен қосып араластырып, осылай майдалап алып, ұнымызға шекерді араластырып, кориандр араластырып, кішкене бұны дайындап қоямыз. Бізде 2 түрлі салма. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Міне қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Жартысын ұнмен араластырған салмамен, екіншісін жаңғақпен араластырған салмамен жасайтын боламыз. 2-ге бөліп суалалап, орташа қалыңдықта жаямыз. Міне қалыңдығын осындай қып істейміз. Жан-жағын 4 бұрышты етіп кесеміз. Бетін сары маймен жағып, бұған мен жаңғақ қосылған салма салдым. Осылай бір телкеге жайып, сөйтіп бұны рулет қылып ораймыз. Бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Кішкене вилкамен узор саламыз. Сөйтіп бұл печеньені мен ромбик етіп кестім. Осыны қалыпқа салып, 190 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біз оға деуре екінші печеньемізді істейміз. Бұны да осы дәл жаңағыдай қылып 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Сөйтіп майлап, бұған қуырылған ұннан шекер араластырған салманы салдық. Бұны да рулет қылып ораймыз. Бұны айырмашылығы болу үшін жұмыртқа жақ болғасын, бұны 3 бұрышты етіп кестім. Бір-бірінен айыру үшін. Міне осылай 3 бұрыштап кестім. Мен жаңағы жегінден артылған қамырдан кішкене рогалик печенье жасадым. Менде жаңғақ қосылған салма қалған. Бір 16-дай рогалик печенье істеп шығардым. Сөйтіп, осылай бәрі дайын болды. Енді екіншісін пісіреміз. Міне бізде бәр печеньені пісіріп шығардық. Рогаликке кішкене шекердің ұнтағын септім.
Менде осылай 3 түрлі печенье шығардық. Сіздерге ұнаса, тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Лейла.